Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгін біз сіздермен туризмдегі логистика курсы бойынша 12-ші дәріс туризмдегі ақпараттық логистика және цифрлық технологиялар тақырыбын талдап талқылайтын боламыз. Дәріс цифрлық технологияға қатысты цифрлық революция, туризмнің жаңа дәуірі, деректер толқыны, биг дата және жекелендіру, цифрлық технологияларды енгізудің тиімділігі, блокчейн және транзакциялық қауіпсіздік сияқты сұрақтарды қамтитын болады. Дәстүрлі саяхат агенттіктерінен толыққанды цифрлық платформаларға көшу жаһандық ауқымда жүріп жатыр. Туристер бүгінде маршрут жоспарлаудан бастап брондауға дейін барлық процесті онлайн режимде жүргізеді. Ал осы цифрлық революцияның маңыздылығы экономикалық. Туризм, мұнай өнеркәсібі мен автокөлік саудасынан кейінгі әлемдік табыстың үшінші ірі көзі болып табылады. Ақпараттық технологиялардың интеграциясы осы салада шығындарды азайтып тиімділікті арттырады. Цифрлық экожүйеге көшу экономикалық өсімнің негізгі қозғаушы күшіне айналды. Деректер толқыны туралы айтатын болсақ, биг дата және жекелендіруге қатысты заманауи туризм индустриясы деректерге негізделген шешімдер арқылы жаңа биіктерге жетуде. Жекелендірілген тәжірибе бүгінгі саяхатшының негізгі талабы. Бүгінгі күні туристердің 63% жекелендірілген ұсыныстар мен қызметтерді алғысы келеді. Ал динамикалық баға туралы айтатын болсақ, AI алгоритмдері нақты уақытта сұранысты талдап, бағаны автоматты түрде түзетеді және болжамдайды. Ал конверсия өсімі туралы айтатын болсақ, биг дата технологиясын қолданғаннан кейін конверсия көрсеткіші 23%-ға артқандығын 123 платформасы зерттеуі бойынша айтуға негіздеуге болады. Биг дата, яғни үлкен деректер және жасанды интеллект туралы айтатын болсақ, бұл үш негізгі сұранысты болжау, чат, боттар және динамикалық баға белгілеу деректерінен құралатындығын айтуға болады. Сұранысты болжау маусымдық өзгерістерді, туристер ағынын және баға динамикасын алдын ала есептеумен сипатталады. Ал чат-боттар тұтынушыларға 24/7 режимінде ақпараттық қолдау көрсете алады. Ал сұранысқа байланысты авиабилеттер мен қонақ үй бағаларын автоматты түрде өзгерту бұл динамикалық баға белгілеуді білдіреді. Туризмдегі ақпараттық ағындардың құрылымына тоқталсақ, ақпараттық логистика туристік өнімді қалыптастырудан бастап, оны тұтынушыға жеткізгенге дейінгі барлық кезеңді қамтиды. Ол негізгі 3 бағытта жұмыс істейді. Ішкі ағындар бағыты бойынша, тұтынушылық ағындар бағыты бойынша және сыртқы ағындар бойынша. Ішкі ағындар туроператор, қонақ үй немесе авиакомпания ішіндегі бөлімдер арасындағы мәліметтер алмасуды анықтайды. Ал тұтынушылық ағындар турист пен қызмет көрсетуші арасындағы тікелей ақпарат алмасу, яғни кері байланыс, сұраныстар брондауды растауды сипаттайды. Ал сыртқы, яғни серіктестік ағындар бұл туроператорлар, турагенттіктер, көлік компаниялары және брондау жүйелері арасындағы
байланыс. Цифрлық технологияларды енгізудің тиімділігі логистикалық үрдістерді цифрландыру, туристік нарық қатысушыларына қандай бағыттар басымдық беретіндігімен сипатталады. Сіздер кестеден осы цифрлық технологияларды енгізуге қатысты дәстүрлі және цифрлық тәсілдерді байқап отырсыздар. Егер жылдамдық көрсеткішін алатын болсақ, ол дәстүрлі тәсіл бойынша құжаттарды қолмен өңдеу ұзақ уақыт алуды көрсетсе, ал цифрлық тәсіл логистикалық автоматтандыру нақты уақыт режимінде секунд ішінде бұрындау және растауды көрсетеді. Келесі көрсеткіш шығындар көрсеткіші. Дәстүрлі тәсіл бойынша көп жұмыс күшін қажет етеді. Және бұл тәсілде, бұл көрсеткіште қателіктер ықтималдылығы жоғары. Ал цифрлық тәсіл бойынша адам факторынан болатын қателер азаяды және операциялық шығындар төмендейді. Ал байланыс көрсеткіші дәстүрлі тәсілде шектеулі жұмыс уақытын және ақпараттың кешігуін көрсетсе, ал цифрлық тәсілде тұтынушымен және серіктестермен 24/7 үздіксіз ақпарат ағынын көрсетеді. Біз сіздермен осы логистикалық үдерістерді цифрландырудағы дәстүрлі және цифрлық тәсіл көрсеткіштер негізінде талдап талқыладық. Booking.com сияқты алыптар жылына 900 миллионнан астам брондауды өңдейді. Европалық тур операторлардың 60% платформалық бизнес модельге толығымен ауысқан. Бұл индустрияның цифрлық болашаққа бет бұрғанын дәлелдейді. Қазақстан нарығында туристік қызметтердің 40%-дан астамы интернет арқылы брондалады. Бұл көрсеткіш жыл сайын өсуде. Егер Қазақстан негізінде Шығыс Қазақстанның цифрлық әлеуеті туралы айтатын болсақ, облыстың барлық объектілерін туристік, табиғи ескерткіштерін, мұражайларды, демалыс орындарын бірыңғай цифрлық платформаға біріктеу жоспарланған. Туристік ақпараттық желі негізінде. Ал деректер банкі, виза рәсімдері, транспорт инфрақұрылымы және қонақ үй мүмкіндіктері туралы жаңартылып отыратын нақты ақпарат базасы туристерге барлық сезонда қол жетімді болады. Өңірдің тартымды имиджін қалыптастыруға бағытталған жарнамалық науқандар цифрлық арналар арқылы халықаралық аудиторияға жетеді. Виртуалды шындық және AR туралы тоқталсақ, бүгінгі күні виртуалды шындық турларын іске асыратын кейбір туристік компаниялар пакеттік сатылымдарын 18%-ға дейін өсірген. Саяхатшылар бұрындамас бұрын орынды виртуалды түрде зерттеп, тиімді шешім қабылдайды. Бұл технология ерекше мүмкіндіктері шектеулі адамдарға да дүниені зерттеуге мүмкіндік береді. AR гидтер мұражайлар мен тарихи орындарда аргументтелген шындық технологиясы экскурсияны интерактивті тәжірибеге айналдыра алады. Смартфон экраны арқылы ежелгі ғимараттардың тарихын, экспонаттардың сипаттамасын және мультимедиалық контентті бірден алуға болады. AR және VR технологиялары
туристік шешім қабылдау уақытын орта есеппен 35%-ға қысқартады, ал тұтынушы қанағаттанушылығын айтарлықтай арттырады. Келесі бізде блокчейн және транзакциялық қауіпсіздік туралы тоқталатын болсақ, цифрлық туризмде деректер қауіпсіздігі мен транзакциялардың ашықтығы сенімді экожүйенің негізін білдіреді. Егер мультифакторлық аутентификация туралы негіздесек, туристің жеке деректерін қорғаудың жаһандық стандарттары биометриялық сәйкестендіру, екі сатылы тексеру және шифрланған деректе сақтау жүйелері кибершабуылдардан сенімді қорғаныс ретінде қамтамасыз ете алады. V2V цифрлық сенім ол авиакомпаниялар, қонақүйлер мен турагенттіктер арасындағы серіктестікте блокчейн технологиясы транзакцияның ашықтығын қамтамасыз етіп, дауларды автоматты шешу механизмдерін іске қосады. Инновациялық басқаруға әрине стратегиялық жоспарлау жатады. Егер Рахманов қайнарлары секілді бірегей табиғи нысандарды қарастыратын болсақ, осы табиғи нысандар негізінде бүгінгі күні кластерлік туристік зоналар құрылуда. Бұл кластерлік жоба болып саналады. Цифрлық технологиялар бұл кластерлердің инфрақұрылымын, экологиялық жүктемесін және қонақтар ағынын тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Дамудың үш бағыты инфрақұрылымды жаңарту, экологиялық тепе-теңдік және технологиялық интеграция осы инновациялық басқарудағы стратегиялық жоспарларды көздейді. Қиындықтар мен шешімдер туралы айтатын болсақ, бүгінгі күні цифрлық теңсіздік, киберқауіпсіздік, толық интеграция бұл әрине белгілі бір қиындықтарды жатуы мүмкін. Цифрлық теңсіздік қалалық және ауылдық аймақтар арасындағы технологиялық мүмкіндіктердің алшақтығы туризмнің дамуына кедергі жасайды. Бұдан шешім мемлекеттік бағдарламалар арқылы интернет инфрақұрылымын дамыту және цифрлық сауаттылықты арттыру қажеттігі. Ал киберқауіпсіздік туристердің жеке деректері мен қаржылық ақпаратын қорғау халықаралық стандарттарды талап етеді. Ал толық интеграция электрондық коммерция жүйелері мен цифрлық экожүйені толық интеграциялау стратегиялық мақсат. Бірыңғай платформа арқылы барлық туристік қызметтерді ұсыну тиімділікті түбегейлі арттырады. Болашаққа көзқарас әрине ол цифрлық туризмнің дамуы. Технологиялар қазіргі заманғы саяхаттың ажырамас бөлігіне айналуда. Жасанды интеллект, блокчейн, AR, VR және Big Data бірлесе отырып, туризм индустриясын бүгінгі күні түбегейлі өзгертуде. Мысалы, деректер Big Data арқылы жекелендірілген тәжірибені көздейді. Ал инновация AR, VR және AI технологияларын кеңінен қолдануды қамтиды. Ал блокчейн арқылы
қауіпсіз және ашық экожүйе құруға болады. Бұл тұтынушылардың сенімділігін жоғарылатады. Ал өсім, цифрлық трансформация тұрақты дамудың кепілі. Осымен біз сіздермен цифрлық туризм бұл технология емес, бұл адамдарды әлеммен байланыстыратын жаңа тіл деп талдап талқыладық, және оны бір ауыздан осылай деп айтуға болады. Осымен дәрісімізді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.